Ақтөбеде бір қызға ғашық болдым, мен оған барлық жерде айтамын, бля, мен қатты ғашық болдым мен оған. Андай тато, ол мені екеуміз жүріп бастадық, и ол мені тастап кетті, маған ред флаг қойды, короче. Сол қойған кезде мен татоға ғашық болғам, андай болатым ғой, жылағам ғой есігінің алдына барып үйінің есігінің алдына брат, бля, анау дейтін. Үйіндегі мама жамыр жауып отыр деп ойлағам, мен жылап жатқан. Қатты жылағам мен. Андай оғам, тато басымен кетіп қалғам ғой, ғашық болып. Мен где-то сенің жасындамын ғой, 21-де ма? Где-то 21-19-да или сондай деп песен расчет жасап кетті. 21-де ғашық болғам, и ол мені тастап кетті, игнор жасайды, қайта айтады. Звондады, біз телефон блокировка қойып тастаған, жаңа ол кезде ВК-дан сөйлесейін, сондай темалар кетті. ВК-ның заманын кім білетіндер. Соны жаздым, ответ қой, игнор ана тастап кеткен, жыладым, и мен андай болатымын, бір апта андай болып жүрдім, бүйтіп көзімді ашқан кезде вокзалда жүремін. Көзімді ашам, үйде жатамын. Флеш болып кетті ма не? Ана тез ютубтағыдай ғой, тез өтіп жатыр ғой, короче. Кешегі жақында көрген, бля, мен оған до конца көшеде көріп қалған кезде кәдімгідей бар ғой, айналып жүріп кетіп қалады. Короче, мен ізден қудым ғой, мен бір ай ма, 2 ай ма ізден қуып жүрдім. Кәдімгідей мен саған жоқ деп айттым ғой, жоламаш деп айқайлаған кездер ол. Мегадағы мүсіндерге шейін бүйтіп сондай ғашық болғанмын. Мен бір ғашық болсам, мен бір ғашық болмаймын ғой, бля, бір ғашық боламын ғой. Мен жүрегіммен, тырнағыммен ғашық боламын деп. Жақында көрдім дедің ғой. Қандай эмоция болды? Өте әдемі болып кеткен ғой, брат. Кетші. Сол өте әдемі келіншек болып кеткен.